Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, көрушілер. Бүгінгі біздің қазақша Python курсының екінші сабағы. Және біз бүгін өтетін тақырыптар мынандай: глобалдық int деген функциясы, математикалық операциялар плюс пен минус, және if else деген конструкциясы. Сонымен бастайық. Мысалы, бізге мынандай программа керек. Өткен сабақта біз жай ғана бір айтқанда бізге калькулятор керек. Біз оған сан енгіземіз. Ол бізге қайтадан оның сомасын немесе екіншінің бірден азайтып шығаратын программа керек болады. Оны өткен сабақты есіне алып, қалай істей аламыз? Мысалы, былай істеуге болады. Number 1 тең input enter number 1 compile 2 и number 2 тең input enter number 2. И бізге оның қосындысын шығарсын. Мысалы, number 1 плюс number 2. Так, ран жасайық. Так, мысалы бізде 2 мен 3-ті қоссын. По идее, бізге 5 шығару керек. Қазір көрейік. Бізге 23 шығады. Неге солай болады? Себебі input функциясы бізге stringті қайтарады. String. Ал бізге оларды айтқанда жақта string болып отырды. И бізде біз 2 мен 3-ті енгіздік. Ол компьютер осыны 2 string и number 2-ні бізде 3 строка деп санайды. Сонымен өткен сабақтан қарағанда, мысалы, бірінші сабақта бізде hello плюс name болған, ол бізге не шығарған? Біздің hello и біздің атымызды шығарған. Мына жақта тура сондай образ алады да 2 мен 3-ті қоса салады строка ретінде. Сонымен бізде 23 деген шығады. Онда қалай өзгертуге болады? Ол бізде оны строка ретінде емес, number ретінде санасын, кәдімгі сан ретінде санасын. Сол кезде бізге int деген глобалдық функция көмектеседі. Intқа біз бір строканы санын береміз. Мысалы, 5, 1, 2, 3. Оған тек санды енгізу керек ішіне. Сонымен біз не жазамыз? Int, оны скобка ашамыз, оның ішіне input enter number 1 скобка жабамыз. Енді көрейік. Мынақта number 2, мынақта number 1. Так, бірінші санда 10 болсын, екінші 5 болсын. Мынақта 1 плюс 5 тең 6. Бізде степ тұр. Так, бізге тек қосу емес, бізге азайту да керек. Бірақ біз әр кезде кіріп, мынақта не істеп, өзгертіп, минус плюсқа, плюсті минуске істеуге оңай емес та, оңайлы емес. Сол үшін бізде if else деген нәрсе бар. Біз ол не істейді? If деген ағылшыннан если, егер деп аударылады. If бізде бір не істейік, енгізейік. Ол operation деген нәрсе, операция. Тең input enter operation. If operation тең, қараңыздар, мынақта 2 тең, мына жақта 1 тең. Оның айырмашылығы қандай?
bir teng belgi bo'lsa, biz oson tipi operator присваивание deydi onu. Biz onun мәнін береміз. Ал мына жақта екі тең болғаны мәнді қарастырамыз, салыстырамыз, көреміз. Неге тең? Сондай if егер operation енгізілген операция тең стака плюс болса, онда жақта бір тап басып, оның уровеньге қоямыз. Себебі бұл операциялар ішінде бір болу керек. Отступ, табуляция дейді оны. Және екінші if operation тең минус, онда мынаны копировать етіп вставить. Мына жақта жай ғана минусты қоямыз. Енді запускать етейік. Так, 15 операция минус 5 шығады. Қайтадан запуск жасап, number 1 2, number 2 20, операция плюс 22. Осымен біздің программамыз істеді, сағымыз ақталды. Үй жұмысына мынандай программа жасау керек. Тек плюс пен минус емес, көбейту және бөлу қосу керексіздер. Көбейту бөлу былай істейді тоже. Number 1 көбейту number 2. Және number 1 бөлу number 2. Python'da солай істейсіздер. Осымен сабақ аяқталды.